Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мұңлық зарлық атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ертегіні тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше ертегімізді бастайық. Баяғы бір заманда Шаншар деген хан болыпты. Қырық әйел алса да не ұлы, не қызы болмапты. Хан бір күні кәрі қойдың жасындай-ақ жасым қалды. Қырық әйел алсам да әлі не ұл, не қыз көрмедім. Кімде-кім қызым бір ұл, бір қыз табады деп мойнына алып кепіл болса, соған сұрағанша малы мен алтын күмісін беремін деп халқына жар салайын деп ойлайды. Сонымен ертеңінде елді түгел жинап алып шешімін айтады. Сонда жар басында шөптен жасап тіккен үйі бар, өзі жасынан балық аулап күн көрумен келген жалғыз қызы бар Жәудір деген кедей қарт үйіне келе жатып: «Әттең дүние-ай, осы жасым кәрі болып, күшім кетіп тұрғанда қызым көнсе, біраз күн кішкене қызық көріп қалар едім» деп ойлапты. «Қой, үйге барайын да өтірік ыңқылдап ауырып, сандырақтап қызыма айтып көрейін» деп үйіне келіп ыңқылдап ауырып, сандырақтап әр нәрсені айта бастайды. Сонда қызы: «Әй әкәу, сіздің тегін өтірік айтпауыңыз керек, жүгіріп ханға барыңыз» деп қызы екі елі дорба беріпті. Барып ханға: «Қызым бір ұл, бір қыз табады» деп айтта, дорба толғанша алтын мен күміс сұра дейді. Жәудір қарт тура салып ханның үйіне тартады. Келе жатып Жәудір: «Ой пәләй, менің қызым өзі тиетін байына небәрі 2-3 ділда ғана сиятын екі елі дорбаны беруін қарашы. Ең болмаса бір қап берсе не қылады?» деп ойлайды. Сонда да ханға келеді. Жәудір шал, неге келдің?» деп сұрайды хан. «Менің қызым бір ұл, бір қыз табады, өзім кепіл боламын» дейді. «Жарайды, не сұрайсың?» дейді хан. «Мына дорбамды толтырып берсең болғаны» дейді шал. Хан дорбаны көріп: «Оу, сенің үйіңде қап жоқ па? Мынау не болады?» дейді. «Ой хан иеміз-ай, осыны толтырып берсең де болады» дейді шал. Сонда хан қазынашыға: «Мына шалдың дорбасына 2-3 ділда салып бер» дейді. Келіп қазынаның аузын ашып 1-2 ділда салып еді, көрінбеді. Күректеп салып еді, сол кілеттегі түгелдей кетті. Қазынашы ханға келіп айтты. Хан естіп қайран қалды. Сонымен 7 кілетті түгелдей салды. Сонда да толмады. Онан соң елді жинап, төбел тазға 4 ділда, қырма тазға 40 ділда, ойма тазға 10 ділда, сиса да бер 5 ділда, симаса да бер 5 ділда деп елге салық салды. Сонда да толмайды. Енді не істеу керек деп отырғанда бір мәстек кемпір келді де: «Мен толтырып берсем, ақысына не бересіз?» дейді. «Өз бойыңмен бірдей бір дорба алтынды берейін» дейді хан. Сонда кемпір барып 9 жолдың торабынан шым-шым топырақ әкеліп дорбаға салғанда асып төгіледі. Елден таздан алған алтын мен күмістің бәрін қайырып береді. Өзінің қазынашысы қайта толады. Сонда дорбада қалған алтын күміс 7 атан түйеге жүк болыпты. Шал сонымен қызын ханға береді. Қызы барысымен-ақ 2 қабат болыпты. 9 ай 9 күн дегенде хан: «Мен баланың дауысын естіп әлі көргенім жоқ. Сол үшін мен тауда болайын. Сен бас көз болып осында қал» деп бірінші уәзірін тастап кетеді. Әйелі толғатып жатқанда 40 әйел күндеп: «Енді не істейміз? Бұл бір ұл, бір қыз тапса, бұдан жақсы болмайды. Хан бізге енді қарамайды» деседі. Сонда біреуі: «Бұған амалды тапса, әлгі мәстек кемпір табады» дейді. Адам жіберіп кемпірді осында келтіреді. «Әй, мына 40 әйел болып, саған 40 табақ алтын ділда берейік, мынаған ақыл тапшы» дейді. «Жарайды, 40 табақ алтын ділда берсеңдер, мен бір амалын табамын» дейді кемпір. «Береміз» деп шулап кетеді
әйелдері. Сонан соң кемпір жүгіріп барып, жаңа туған иттің бір еркек бір ұрғашы екі күшігін әкеледі де, толғатып тұрған әйелге келіп, бір дем салғанда естен танып жығылып қалады. Сонда бір ұл бір қыз табады. Жаңа босанған әйелдің қасына иттің бір еркек бір ұрғашы күшігін салады да, ұл мен қызды жасырып алып кетеді. Суға лақтырайын десе, балаға тіл бітіп: «Әй ана, мені суға тастамай бақсаң, өскен соң өлгенше сізді күтеміз», деп жылайды. Оған болмай кемпір суға қарай атты. Сонда періште қағып, жел көтеріп таудың басына шықты. Бір киік жаңа ғана балалапты. Соның бауырына салыпты. Соны емізіп күн көре береді. Уәзір хабар күтіп жатқан ханға: «Әйеліңіз иттің бір еркек бір ұрғашы күшігін тапты», деп хат жазады. Оны Шаншар хан естіп, екі күшігі мен әйелді 7 аралға апар, сонда жатсын деп үкімін шығарады. Сонымен әйелді 7 аралға апарып тастайды. Мәстек кемпір 40 әйелден 40 табақ ділді алады. Арада жылжып бірнеше жыл өтеді. Бала мен қыз 16-17 жасқа жетеді. Бала садақпен, киікпен құлан атып жүреді. Құрметті оқырмандар, біздің ертегіміздің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.